Бул тарихи окуйганы Түркия халкы тагатсыздана күттү. 19 каңтар 2024 жылы саат түнгө 12:49 Түркиянын алгачкы астронавты Альпер Гезерабжы Аксиом 3 тобу менен бирге гарышка учту. АКШтын Флорида штатындагы Кеннеди гарыш орталыгынан халкаралык гарыш станциясына учкан Аксиом 3 тобунун курамында түрк астронавтынан бөлөк Швеция, Италия және Испаниянын да астронавттары бар. Түрк баспасөзү туңгуш түрк гарышкеринин ушуун тарихи окуйга деп багалады. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган болса, өзүнүн халкы мен башчылыгы атынан астронавтка жауапты миссиясын сәтті аяктауында сәттілік тиледи. Ал мына бейнеде Түркиянын алгачкы астронавты Альпер Гезерабжыны әкесі, анасы, отбасы чыгарып салууда. Осы хабарды көрүп откан барлык Түркия Республикасынын азаматтарына мына хабарды жеткизгим келеді. Мемлекетimiz кабылдаган мыкты чечимин булашак урпактарыбыздын армандарын көлөгейлеп келген бул перде ачылды. Энди олар армандарын гарыштын терең түпкүрлөрүнө апара алатын мүмкүндүктөргө ие. Және осыған ат салышкан барша жандарга алгыс айтам. Мемлекетимиздин бул батыл кадамын осы жерде шындыкка айналдырамыз. Жук арада маған сеніп тапсырылган бул аманатты орундап кайтып келем. Түркиянын және АКШтын сарапчыларынын катаң ирктөө процессинин соңунда 36 000 үмүткөрдүн арасынан таңдалган полковник Альпер Гезерабжы Түркия және АКШ әуе күчтөрү академияларында билим алган. Онун F-16 ошкушу ретинде 21 жылдык тажрыйбеси де бар. Келешек урпак алдында, немерелеримиздин алдында осы сәттерди мактанычпен айтамыз. Мен өтө бакыттымын. Бұл тарихи бір сәт және осы кезеңді тамашалау мені бақытты қылды. Ракетаның ұшу сатын тамашалауға келгендер қалай болды деген сұраққа, бұл өте керемет болды. Заманауи инженерияның ең мықты деңгейін көрдік дейді. Ракетаның ұшуын көрген алғашқы сәтіңіз ба деген сұраққа, я өз көзіммен алғаш көруім бұның қандай керемет болған сізге түсіндіре алмаймын. Мұнда жиналған халық туралы не ойлайсыз? Энергетикалары мықты, бұл жерге жиналған әркім білім іздеп қуана толқыныспен келді. Бұл жобада алғашқы түрік астронавты да бар. Сондықтан олар қатты толқуларының да себебі сода. Бұл көңіл күйге қалай қарайсыз? Бұл керемет адам сенгісіз толқытатын сәт Түркияның алғашқы астронавты екенін білмедім. Бұл адам сенгісіз алғаш рет ракетаның ұшқанын көруім және бұл ең керемет толқытқан сәттердің бірі. Түркияның алғашқы астронавты екенін білмедім. Барлығы өте жақсы, бұны көрмек өте күшті. Құттықтаймын деді. Бұл Флорида штатында ракетаның ұшу сәтін тамашалауға жиналған қауым болатын. Алғаш сәттері көз жастарыңызға ерік бердіңіздер. Себебін біле алам ба? Бүгін үлкен толқу мен эмоция үстіндеміз. Себебі біз бір жылдай осы жобаны жасадық. Ал бүгін барлық жоспарларымыз осы ракетаның ішінде. Алғашқы түрік астронавты да бұл біздің жобаларды жүзеге асырады. Сол себепті де біз өте қуаныштымыз және мақтан тұтамыз. Қазір көріп тұрғаныңыздай менің арқа тұсымда ракета ұшуға дайындалуда. Ракетаның ұшқан дауысы да біз тұрған жерге жетіп қалады қазір. Falcon 9 аспанда. Ракетаның дауысы да біз тұрған жерге естілді. Альпер Гезерабжы Түркия Республикасының алғашқы астронавты ретінде алғашқы ғарыш сапарын бастады.
göreceksiniz sonra. Сонымен бұлттардың арасына сүңгіп кеткен Аксиом 3 ғарыш кемесі дәл қазір астронавттар отырған негізгі капсуланы ғарышта тастап, ал негізгі ғарыш кемесінің құрылғысы Фалконның жерге ұшқан жеріне қайтып барады. Бұл керемет ғарыш құрылғысын Илон Маск жасап шығарған болатын. Илон Масктың SpaceX компаниясы аясында. Ал мысалы міне сәтті қону саты. Ал мысалы біздің Байқоңырдан ұшатын ғарыш кемелерінің бұндай бөлшектері орталық Қазақстан, батыс Қазақстан жеріндегі жаңағы ұшу трассасына жерге құлап түседі бөлшек-бөлшек болып. Адамзаттың болашағы ғарышта, аспанда екені анық. Олай болса дер кезінде ғарышқа дамыған елдермен бірге иық тірестіріп қол созған Түркия еліне тек сәттілік тілейміз. Түркияның ғарыш өнеркәсібі саласында әлеуеті өте жоғары екенін біреу білсе, біреу білмейді. Бүгіннің өзінде Түркияның байланыс спутниктарын шығара алатын 10 елдің бірі екенін ескерсек, Түркияның ғарыш саласында өз қызметтерін ұсынатын мықты экспортер болып танылатын халықаралық белді ойыншылардың бірі болатынына кәміл сенуге болады. Ал мына бейнеде 4 астронавт капсуланың ішінде ғарыштағы өздерінің алғашқы сөзін сөйлеуде. Түркия халқы да алаңдап күткен болатын, ең алғашқы сөзі не болады екен деп. Сонымен Альпер Гезеракжы Түркия Республикасының негізін қалаушы Мұстафа Кемал Ататүріктің болашақ аспанда деген сөзін айтты. Ал мына бейнеден бағанағы Falcon 9 ғарыш кемесінен ажыраған капсуланың халықаралық ғарыш станциясына жанасуға бара жатқан сәті. Ең алғашқылардың бірі болып міне Түркияның алғашқы астронавты Гезер Альперавчы кірді. Және Швецияның астронавты бар. Оларды экспедиция 70 тобының мүшелері керемет қарсы алуда. Dragon Freedom'un pilotu. Ve son olarak da Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yapan AX-3 misyonu komutanı lideri Michael Lopez Alegria. Түркия Республикасын құрып бізге аманаттаған Ғази Мұстафа Кемал Ататүрікке және оның қарулас жолдастарына, осы ел үшін жанын қиған барша шейіттерімізге, осы жерге қадам басуға мүмкіндік берген мықты ерік жігері бар мемлекетімізге және ұлтымызға алғысымды білдіргім келеді. Болашақ аспанда.